Сәлеметсіздер ме оқушылар? Назарларыңызға қашықтықтан ұйымдастырылған 6 сыныптың қазақ әдебиеті сабағын ұсынамын. Сабақтың тақырыбы Тортай мінер Ақбозат әңгімесі, шығарманың көркемдік ерекшелігі. Бүгінгі сабақта меңгеретін оқу мақсаттарыңыз: әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу. Кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру. Балалар, біз өткен сабақта Тортай мінер Ақбозат әңгімесінің мазмұнымен толық танысып алдық. Олай болса, келесі сұрақтарға жауап берейік. Салық салғанда соғыстан кейінгі жағдай қандай? Тортайдың жеке басының арманы не? Тортай кітапты неге пір тұтты? Тортай тәрізді балалар қазірде кездесе ме? Тортай неге арманына жете алмады? Жарайсыздар балалар. Жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын тыңдалым материалына назар аударайық. Оралқан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат әңгімесіне негіз болған ауылдың күйбең тіршілігі. Әңгіме басын оқып отырып, жаздың жайма шуақ күніндегі ауылдың табиғаты көз алдыңызға бейнелене кетеді. Шілде айындағы саф ауа, керемет табиғат көрінісі мен күндіз түні тыным таппайтын ауыл өмірі әдемі суреттелген. Қазақ ауылының қайнап жатқан тіршілігі, ара-арасында шырқалған ән, маздап жанған ошақ, жиналмайтын алтыбақан, тірлік пен думанның астасқан ортасы. Оралқан Бөкейдің туған жерді сипаттауында өзгешелік бар. Себебі, оның шығармасында ауылы, туған жері, туған елі ерекше суреттеліп, онымен қоса өзінің тілдік тұлғасы көрініп отырады. Оның шығармасындағы табиғатты, пейзажды, соның ішінде заңғар, тау-тасты бейнеленгенін оқып, автордың өр тұлғасын, алыптылығын көруге болады. Салық салғанның иығында отырған ауылдың көрінісінен бастау алатын әңгіме табиғаттың сиқырымен оқырманды бірден баурап алады. Автордың бояуларды қанық бере алатын қасиеті оқырманға көз алдына елестетуге мүмкіндік беретіндей. Салқын бұлтсыз күн, тамылжыған тамаша мезгіл, жайма шуақ сәт деген эпитетті тіркестер салық салғанның демін сездіретіндей, күлтеленген күреңсені кілемдей жұмсақ деп теңеумен суреттеуде тым әсерлі. Бұл автордың шығармада көркемдеуіш құралдарды қолданып жеткізу шеберлігі. Осы әңгімені оқып отырып мынадай ой туады: егер автор бұл әңгімені басқа өлкеде суреттесе, дәл осылай әсерлі туар ма екен? Жоқ, себебі осы суреттелген Моңғолияның бер жағындағы салық салғанның тау-тастары Тортай мен Орашын өзге жерге қимас еді. Тортай өзінің жалғыздығы мен жетімдігін тек кітап оқығанда ғана сезінбейтінін де жасырмайды. Ол өмірге налып тағдырын сөкпейді. Армансыз адамды құсқа балап жатады емес пе? Тортайда үлкен үміт бар, арман бар. Кітап жазып, жазушы болуым келеді деген арманы сол кездегі өз қатарластарының қиялында емес еді. Осыдан ақ барлық жақсы адами қасиеттерді бойына сіңірген Тортайдың өзгелерден өзгешелігін ұсақ арманның жетегінде емес, үлкен арманның қанатында жүргенін байқауға болады. Міне, Тортай мінер Ақбозат әңгімесіне негіз болған қарапайым қазақ ауылының тіршілігі осылай өтіп жатады. Шығарма бойынша жұмыс жасайық. Бірінші тапсырма: қос диаграмма әдісі арқылы әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, шығармадағы табиғат көрінісі мен оқиға орнын,
кейіпкер бейнесін сипаттап жазу. Жарайсыздар балалар. Балалар, біз Тортай мінер Ақбозат әңгімесіне ұқсас қандай әңгіме өттік? Әрине, Сайын Мұратбековтің «Жусан иісі» әңгімесіндегі аян тағдыры мен Тортайдың ұқсастығын байқаймыз. Олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Салыстыру кесте әдісі бойынша шығармадағы кейіпкерлер жүйесін талдай отырып, заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беріңіздер. Тамаша! Келесі тапсырма Попс формуласы арқылы әңгіменің Тортай мінер Ақбозат аталуының себебін өз ойларыңызбен жеткізіңіздер. Өте жақсы. Біз бүгін Тортай мінер Ақбозат шығармасының көркемдік ерекшелігімен таныстық. Әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, шығармадағы табиғат көрінісін, кейіпкер бейнесін сипаттап жаздық. Кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға бердік. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді SMS әдісі арқылы ұялы телефондарыңызға хабарлама жазып қалдырыңыздар. Келесі сабақта сұралатын оқу тапсырмасы: айналамызда Тортай сияқты балалар бар ма? Олардың әлеуметтік жағдайы қандай? Осы сұрақтарды негізге алып, бүгінгі күннің Тортайлары не істеп жүр деген тақырыпта эссе жазыңыздар.